Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде киім көрсеңіз оны қалай жоруға болады. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Түсіңізде жаңа ақ киімдерді көрсеңіз, өміріңіздегі жаңа нәрсе туралы айтады. Егер түсіңізде марқұм адамның лас киім кигенін көрсеңіз, бұл оның күнәлары үшін басқа ешкімге қарыз емес, Құдайға қарыз екенін білдіреді. Егер кімде-кім өзі тұратын жерде өзіне таныс зергерлік бұйымдармен безендірілген әйелдердің қабірден көтерілгенін көрсе, түс көрушінің және бұл әйелдердің ұрпақтарының істері қаншалықты жақсы болса, олардың киімдері де әдемі болады. Ақ киім болса, имандары түзеледі. Қызыл болса, өмірі қуанышқа толы болады. Қара киім болса, байлық пен үстемдікке нұсқайды. Егер олар шүберекпен киінсе, бұл кедейлік пен мұқтаждықты білдіреді. Лас киім күнәлардың жасалуын болжайды. Ақ киім киген билеушінің көмекшілерін көрсеңіз, жақсы жаңалықты білдіреді. Егер олардың киімдері қара болса, бұл ауру мен қайғыны білдіреді. Түсіңізде қара киім әсемдік пен күш-қуатты білдіреді, ал ақ киім күнәсіздігіңізді болжайды. Мақтадан тігілген киім оның тақуа, қарапайым болып, дұшпаны аз болып, бүкіл өмірін тыныштыққа өткізетінін білдіреді. Жүннен жасалған киім оның билігі бақытты және әділ болатынын білдіреді. Жібек киім оның әділетсіз болатынын және жиіркенішті істер жасайтынын болжайды. Егер сұлтан бас киімін немесе сыртқы киімін немесе белбеуін шешіп алса, бұл оның билігінің әлсіреуін білдіреді. Егер ол қайтып кисе, билікті өз қолына алады деген сөз. Түсіңізде үй киіммен жүргеніңізді көрсеңіз, үй иесі мен ондағы ақшаны немесе ондағы өмір сүруге қажетті нәрсені білдіреді. Түсінде ерекше киім киіп, даңқты жерлерге барса, бұл оның әйгілі болып, танымал болатынын білдіреді. Егер әйел түсінде ерлердің киімін киіп жүргенін көрсе, және өзін ер адамға ұқсатса, онда бұл түсінде бір нәрсе асыра айтылмаса, оның шын мәнінде жағдайы жақсарады. Киімі тым ұзын болса, жағдайы шындық қиындықпен, қорқынышпен, қайғымен өзгереді. Түсіңізде үстіңіздегі киіміңіз суланып қалғанын көрсеңіз, ұзақ уақыт бойы осы киімдерге сәйкес келетін кәсіппен айналысасыз. Кімде-кім түсінде жаңа киім киіп жүргенін көрсе, оның жағдайы жақсарады. Егер кедей адам түсінде жылы киім киетінін немесе сатып алғанын, немесе тіккенін көрсе, бұл оның бай болатынын білдіреді. Өйткені жылы киім адамды суықтан сақтайды, ал суық кедейлікті білдіреді. Ал егер бұл түсті сұлтан көрген болса, бұл оның даналығын дәлелдейді. Сондай-ақ жылы киімдер банктегі ақшаны болжайды. Егер бойдақ жігіт киім туралы армандайтын болса, онда ол жақында үйленеді. Егер түсінде жылы киім тіккенін, бірақ оны кимегенін көрсе, қызының үйлену тойын немесе ажырасқаннан кейін ерлі-зайыптылардың татуласуын білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.